Жаман іс әркімнің қолынан келеді, жақсы істің қолдан келуі қиын. Жел кемесі болса да от кемені іздеген, ат арбасы болса да от арбаны іздеген, енді көк кемесін іздеп жатыр. Осының бәрі де жақсыдан да жақсыны іздеу тарақи жолы. Адамға тіл, құлақ, қол қандай керек болса, бастауыш мектепте үйренетін білімдер де сондай керек. Осы заманда хат білмеген адамның күйі тіл, я құлағы, я қолы жоқ адамның күйімен бірдей. Мұнан былай хат білудің керектігі онан да аспақшы. Тілдің ғұмыры ұзақ, оның жолы жылдап емес, 100 жылдап емес, 1000 жылдап саналады. Түріктің тұнық тілі, түзу емлесі қазақта. Ағашты кесетін балта, балтаның сабы ағаш. Жұртқа керегін білетіндер көп, істейтіндер аз. Білушілеріміз білгенімен қоймай істеуге кіріссе екен. Білушілеріміз істеуші болса, оларды көріп өзгелер де істер еді. Сөйтіп көсемдер көбейсе, ерушілер де көбейер еді. Істің басы түзу басталса, барысы да түзу болмақшы. Білімнің бас құралы кітап. Мойындағы борышты білу білім ісі, борышты төлеу адамшылық ісі. Жақсы мұғалім мектепке жан кіргізеді. Оқушы сөзді сынаса, сөз оқушыларды да сынайды. Шабыттанып істемеген іс онды да болмайды. Адамның өзінде кәмілдік болмаған соң, ісінде де кәмілдік жоқ. Ұлттық езгі ұлттық сезім туғызбай тұра алмайды. Ақыл ісі аңдау, яғни нәрселердің жайын ұғу, тану, ақылға салып ойлау. Қиял ісі меңзеу, яғни ойдағы нәрселерді белгілі нәрселердің тұрпатына, бернесіне ұқсату, бернелеу, суреттеп ойлау. Көңіл ісі түю, талғау. Тілдің міндеті ақылдың аңдауын аңдығанша, қиялдың меңзеуін меңзегенше, көңілдің түюін түйгенше айтуға жарау. Тарихтың мақсаты бүтін адам баласының өмірі нендей табиғат заңымен өзгеретінін білу. Тарихшылар халық басынан кешкен түрлі уақиғалардың мағлұматын сымға тартқандай сынға салып мінсіз етіп дұрыстап өткізеді. Адамның мінезі ойының түрінен, көңілінің күйінен, істеген ісінен білінеді.